Қаржылық мониторинг агенттігі Алматы қаласы бойынша департаменті мемлекеттік сатып алу саласындағы алаяқтық фактісі бойынша тергеп тексеруді аяқтады. Тергеу амалдарына сай Казстрой Опыт ЛТД жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басшысы консалтингтік қызмет көрсету желеуімен коммерциялық ұйымдар үшін құрылыс жұмыстары тәжірибесін жасанды түрде қалыптастыру схемасын ұйымдастырған. Электрондық депозитарий жүйесіне орындалған жұмыстар мен нысандарды пайдалануға беру туралы жалған актілер енгізіліп отырған. Бұл клиент компанияларға мемлекеттік сатып алуға қатысу кезінде негізсіз артықшылықтар берген. Схема әлеуметтік желілер мен интернет платформалар арқылы белсенді түрде жарнамаланған. Қылмыстық топ құрамына 11 адам кірген. Сонымен қатар Шымкент қаласының сәулет қала құрылысы және жер қатынастары басқармасының лауазымды тұлғаларына жалған жұмыс тәжірибесін растаған үшін заңсыз сыйақы жеткізіп отырған делдалдар анықталды. Қылмыстық кірістерді заңдастыру үшін бақылаудағы заңды тұлғалар пайдаланылып, олар арқылы ақша қаражаты жинақталып, қолма-қол ақшаға айналдырылған. Қылмыстық табыс көлемі 490 миллион теңгеден асты. Тергеп тексеру барысында жалған жұмыс тәжірибесін алған және мемлекеттік сатып алуға қатысқан 56 компания анықталды. Тексеру жүргізу үшін материалдар уәкілетті органдарға жолданды. 3 күдікті қамауға алынып, тағы 8 тұлғаға қатысты ешқайда кетпеу және тиісті мінез құлық туралы қолхат түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылды. Қылмыстық іс сотқа жолданды. Қазақстан Республикасы қылмыстық процестік кодексінің 201 бабына сәйкес өзге ақпарат жария етілмейді. Айта кету керек, мұндай қылмыстар адал емес компанияларға мемлекеттік келісімшарттарға қол жеткізуге мүмкіндік береді. Бұл сапасы жобалардың жүзеге асу тәуекелін арттырып, адал бизнес субъектілерін тең емес жағдайға қояды.